Әскердің қуаты тек қаруында емес, оның ішкі тәртібімен қамтамасыз етілуінде. Ал сол қамтамасыз етудің жүрегі сарбаз асханасы. Бүгін біз әскери тамақтану пәні бойынша 4-ші тақырып өнімдерді орналастыру және құрастыру тәртібін қарастырамыз. Жалпы әскери рационның номер 1 нормасы бойынша өнімдерді орналастыру әдістемесі. Оқу сұрақтарына келетін болсақ, азық-түлікті рациондық нормалар бойынша орналастыру кезіндегі талаптар. Азық-түлікті норма бойынша 3 реттік тамақтану кезінде бөлу тәртібі. Сарбаздардың тәуліктік жеке тағам рационы көрсетілген бойынша бір күнге арналған тамақ жиынтығы таңғы ас, түскі ас және кешкі ас болып бөлінген. Сонымен қатар 17-ші норма бойынша 1-ші мәзірде, 18-ші норма 2-ші мәзірде ет қосылған негізгі ас, гарнир және дәруменге бай көкөніс өнімдерге қамтылғанын байқайсыздар. Өнімдерді орналастыру әдістемесіне сәйкес, тәуліктік норма 3 мезгілге бөлінеді. Таңғы ас организмді оятып, алғашқы жаттығуларға қуат береді. Түскі ас ең жоғары калориялы кезең. Онда 1-ші және 2-ші тағамдармен көкөніс гарнирлері ұсынылады. Ал кешкі ас күнді қорытындылайтын жеңіл әрі құнарлы тағамдардан тұрады. Әскери асхананың жұмысы нақты тәртіппен үйлесімділікті талап ететін жүйе. Бұл кадрларда асхананың күнделікті тіршілігі көрініс табады. Заманауи ас үй жабдықтары, өндірістік пештер, қазандықтар мен тоңазытқыштар құрылғылар санитарлық талаптарға сай ұйымдастырылған. Аспаздар тағамды белгіленген технология бойынша дайындап, әрбір процесті мұқият қадағалайды. Өнімдерді сақтау, өңдеу және дайындау кезеңдерінің барлығы тұрақты бақылаудан өтеді. Асханадағы тазалық пен тәртіп сарбаздарға ұсынатын тағам сапасының басты кепілі. Бұл кадрда әскери бөлімнің асхана қызметіне жауапты мамандар жұмыс кабинетінде апталық жоспарлау жиналысын өткізіп жатыр. Асхана бастығы, аспаз нұсқаушы, медицина қызметінің бастығы және азық-түлік қызметінің бастығы келесі аптаға арналған сарбаздардың тамақ рационын егжей-тегжейлі талқылауда. Жиналыста қабылданатын әрбір шешім сарбаздардың денсаулығы мен жауынгерлік қабілетіне тікелей әсер етеді. Сондықтан жоспарлау процесі жоғары жауапкершілікпен және кәсіби деңгейде жүзеге асырылады. Азық-түлік қызметінің бастығы алдағы күндердің ас мәзірін азық-түлік шығынының кестесін таныстыруда. Талқылау қорытындысында азық-түлік қызметінің бастығы лейтенант Асқарбеков бекітілген жоспарға қол қойып, келесі аптаға арналған мәзірді ресми түрде бекітті. Осымен тәмәм, назарларыңызға рахмет.